Наурыз бұл жай ғана көктем мерекесі емес, түркі халықтарының ортақ мәдени коды, тарихи тамыры, бауырластығын символы. Қазақстанда Наурыз ұлттық мереке ретінде тойланып, халықтың бірлігін нығайтатын ерекше күнге айналды. Киіз үй тігіліп, ұлттық киімдер киіліп, Наурыз көже әзірленіп, әр қазақ бұл мерекені жан-тәнімен сезінеді. Ал Түркияда Наурыз әлі ресми мереке емес, бірақ соңғы жылдары оның мәртебесі артып келеді. Бұрын тек ғылыми орталықтар мен университеттерде атап өтілсе, қазір ол мемлекеттік деңгейге көтеріліп келеді. Биылғы Стамбулдағы Наурыз мерекесі осы өзгерістің айқын көрінісі. Түркия президенті бұл шараға арнайы қатысып, Наурыз алауын жағып, оны түркі халықтарының бірлігі мен бауырластығын символына айналдыруды ұсынды. Ол өз сөзінде бұл мерекені түркі әлемінің бірлесіп атап өтетін уақыты келгенін сенімдіміз. Мамыр айында Мажарстанда өтетін саммитте Наурыз мерекесін түркі әлемінің ортақ еске алу және атап өту күні ретінде белгілеуді ұсынамын деді. Бұл тарихи қадам. Егер бұл ұсыныс қабылданса, Наурыз тек жекелеген елдердің мейрамы ғана емес, бүкіл түркі әлемін біріктіретін ортақ рухани құндылыққа айналуы мүмкін. Алдағы жылдары Түркияда да бұл күн ұлттық мереке ретінде аталып өтсе таңғалмаңыз. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, бірлігіміз бекем, мәдени байланысымыз мызғымас болсын.